Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тауық етімен дайындалатын итальяндық тағам түрі паста фетуччиненің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап каналыма тіркеп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қызып тұрған табаға сармайымызды саламыз. Содан соң тауықтың төс етін осылай ұзыншалап турап шығамыз және табаға салып, жақсылап қызарғанша қорбаламыз. Қатты отта жақсылап осылай қорбаламыз. Енді бетін жауып, баяу отқа 5-10 минутқа қалдырамыз. 5-10 минуттан соң осылай кішкене суы тартылады. Сол кезде тағы да жақсылап араластырамыз да, дәміне қарай тұзбен паприкамызды және дәмдеуіштерден қоссаңыздар болады. Енді қайнап тұрған суға пастамызды салып, 5 минут қайнатып аламыз. Пастаны одан көп қайнатпаймыз, ары кетсе 5-7 минуттай қайнатамыз. Одан көп қайнататын болсақ, пастамыз езіліп кетуі мүмкін. Бізде тауық еті осылай әдемі қызарып шығуы қажет. Енді дайын болған тауық етін үстінен, кілегейімізді үстінен асырып осылай құйып шығамыз. Тағы 5-10 минутқа бетін жабамыз. Енді дайын болған пастамызды үстінен салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма шыққан жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді тағы да бетін 5-10 минутқа жауып қалдырамыз. Біздің пастамыз дайын. Пастаның ыстық күйінде үстінен ірімшігімізді үккіштен өткізіп, жақындарыңызға ыстықтай ұсыныңыздар. Бұл тағам түрі итальяндық ас үйден алынған, дәмі өте ерекше әрі жеңіл тағамның түрі. Міндетті түрде дәмін татып көріңіздер және жақындарыңызды осындай тәтті тағамдармен қуанта беріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет және астарыңыз дәмді болсын.